Математика. Сабақтың тақырыбы тиімді есептеу. Оқу мақсаты қосудың ауыстырымдылық, теримділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Тиімді есептеу дегеніміз берілген өрнектің мәнін оңай жолмен, оңай тәсілмен табу деген сөз. А мен В-ның қосындысы тең В мен А-ның қосындысына. Бұл қосудың ауыстырымдылық қасиетінің формуласы. Яғни, қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Мысалы, 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең болады. Егерде қосылғыштардың орнын ауыстырсақ, яғни 3 пен 2-ның қосындысын есептесек, ол да 5-ке тең болады. А мен В-ның көбейтіндісі В мен А-ның көбейтіндісіне тең болады. Бұл көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Көбейткіш А мен В-ні орнын ауыстырып, В мен А-ның көбейтіндісі десек, көбейтіндінің мәні бірдей болады. Мысалы, 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ні береді. Енді көбейткіштерді ауыстырайық. 4 пен 3-тің көбейтіндісі де 12-ні береді екен. Жақша ішінде А мен В-ның қосындысы қосу С. Бұл жерде қосылғыштар А мен В жақша ішінде, А-ны жақшаның сыртында қалдырып, В мен С-ні қосатын болсақ, қосудың теримділік қасиетіне байланысты қосудың мәні бірдей болады. А мен В-ның көбейтіндісі көбейту С. Енді осы өрнекті көбейтудің теримділік қасиетіне сәйкес А-ны жақшаның сыртына қалдырып, В мен С-ні көбейтіп, оны жақша сыртында қалған А-ға көбейтетін болсақ, көбейтіндінің мәні бірдей болады. Бұл көбейтудің теримділік қасиеті. Қосудың және көбейтудің ауыстырымдылық, яғни орын ауыстыру арқылы, және теримділік қасиеттерін қолдана отырып, алдағы өрнектерді есептейтін боламыз. Есептеу үшін дескрипторды қолданайық. Дескриптор сенің дұрыс қадамдар жасауыңа көмек етеді. Алдымен өрнекті жазамыз. Бірдей қосылғыштар болған кезде қандай қадам жасаймыз? Есіңе түсір. Яғни, егерде қосылғыштардың барлығы бірдей болатын болса, оның санын санаймыз. Қанша болса, сонша санға көбейтеміз. Есептейміз. Соңынан жауапты оқимыз. Мысалы, 7 мен 7-ның қосындысы және қосу 7. Қосылғыштар 7, 7, 7. Барлық қосылғыштар бірдей. 7 саны неше рет жазылған? 7 саны 3 рет жазылған. Олай болса, 7 мен 3-тің көбейтіндісін есептей қойсақ, 21-ді береді. Бұл жерде тиімді есептеу кезінде біз өзімізге ыңғайлы тәсілді пайдаландық. 7-ні 7-ге қосып, оған 7-ні қосып, уақыт алмаймыз. Яғни, 7-ні 3-ке көбейте қоямыз. Енді 7-ні 3-ке көбейткенде көбейткіштердің орнын ауыстыруға болады. Яғни, 3 пен 7-ның көбейтіндісі деп есептеп еске түсірсем болғаны. Келесі 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2. Барлық қосылғыштар бірдей. Барлығы да 2 саны. 2 санын неше рет жаздық? Санаймыз. 2 санын 5 рет жаздық. Демек, 2 көбейту 5 деп есептеген оңтайлы болады. Ал сен 2 бесім 12-нің білесің. Қалған өрнектерді де осы тәсілді қолданып, жоғарыдағы дескрипторды пайдаланып, дұрыс қадамдар жасайтыныңа сенемін. Өрнектерді дәптеріңе мұқият, таза жаз.
Есептейміз. Есептеу барысында дескрипторды қолдан. Дескриптор саған есепті толық, дұрыс қадамдар жасап есептеуіңе көмек етеді. Алдымен өрнекті жаз. Есіңе түсір, қосылғыштар әртүрлі болған кезде бірліктерді қосып, дөңгелек сан жасайтынымызды есіңе түсір. Одан соң есептейміз. Жауапты оқимыз. Бірінші өрнекті түсіндірейін. 12 мен 14-тің қосындысы қосу 8 мен 26-ның қосындысы. Яғни 12 қосу 14 қосу 8 қосу 26 деген өрнек тұр. Қолыңа қарындашыңды алып, 12 санындағы 2-ның астын, 14 санындағы 4-тің астын, 8 санын және 26 санындағы 6-ның астын сыз. Бұлар бірліктер. Енді бірліктерді қосып көрейік. Қай бірлікпен қай бірлікті қосқанда дөңгелек сан шығады, яғни 0 бар сан шығады. Бізге керегі оның 10 болғаны. Енді 2-ге 4-ті қосып көрейік. Ол 6-ны береді. 6 дөңгелек сан емес, оның 0-ы жоқ. Енді 2-ге 8-ді қосып көрейін. 2-ге 8-ді қоссақ 10 шығады. Демек, дөңгелек сан шықты. Енді тиімді есептеуді жалғастыру үшін мен 12-ге 8-ді қосамын. Одан кейін 14-ке 26-ны қосамын деген сөз. Сонда дөңгелек сандарды қосу бізге оңай болады. Дөңгелек сандар дегеніміз 0 бар сандар. Келесі өрнекке назар аударайық. 53 пен 4-тің қосындысы қосу 16 мен 37-ның қосындысы. Дәл жаңағыдай қолыңа қарындашыңды алып, 53 санындағы 3-тің астын, 4 санын, 16-дағы 6-ның астын, 37 санындағы 7-ның астын сызып шық. Енді осы бірліктерді қосып қараймыз. Бірліктерді қосқанда бізге дөңгелек сан керек, яғни 0 бар сан керек. 3-ке 4-ті қосып көрейін. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ні береді. Бұл дөңгелек сан емес. Енді 3-ке 6-ны қосып көрейік. 3-ке 6-ны қоссақ 9 сан шығады. Бұл дөңгелек сан емес. Енді 3-ке 7-ні қосып көрейін. 3-ке 7-ні қосқанда 10 болды. Міне дөңгелек сан. Демек, 53-ке 37-ні қосамын және 4-ке 16-ны қосамын деген сөз. Міне, енді екі жерде де шыққан дөңгелек сандарды бір-біріне қосу оңай болады. Келесі өрнекті өзің есептеп көр. Орында. Қазіргі үйренген іс-әрекеттеріңді қайталап көр. 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1. Қосылғыштардың бәрі бірдей. Қандай сан жазылған? 1 саны жазылған. 1-ді неше рет жазған? 1-ді 6 рет жазған. Демек, 1 көбейту 6 деген өрнектің мәнін табасың. Келесі өрнекке назар аударайық. 32 мен 17-ның қосындысы қосу 28 пен 43-тің қосындысы. Яғни 32 қосу 17 қосу 28 қосу 43. Қолыма қарындашымды аламын. Бірліктердің астын сызып шығамын. Одан кейін бірліктерді бір-біріне қосып қараймын. Қайсы бірліктердің мәні 10 болса, сол сандарды бірге жазамын. Ол сандар дөңгелек сандар. Ал дөңгелек сандарды қосу тиімді әрі оңай болады. Осы өрнекті өзің есептеп жазып көр.